Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері? Бүгін мен сіздерге осындай жаңа туған сәбилердің торттарына арналған айсты жасап көрсететін боламын. Яғни айс қазіргі таңда көбіне жоғарыда ұшып келе жатқан күйінде жасалады. Көпшілік үшін ол жоғарыда ұшып келе жатқан айсты жасау күрделі болғандықтан мен осылай жасап көрсетуді жөн көрдім. Бұл өте оңай әрі қарапайым түрде жасалады. Менімен бірге болыңыздар. Видеороликті соңына дейін тамашалаңыздар. Мен әдеттегідей керекті мастикаларымды дайындап алдым. Сіздер жоғарыда ұшқан айсты жасау өте қиын болса, қиындыққа соққан болса, дәл осылай төменде қонып тұрған күйін жасасаңыздар да болады. Оның үшін міндетті түрде пенопласт керек болады. Шпажкамыз мойнына кетеді. Бұл айсты мойнын ұстап тұрады. Зубочисткамыз тұмсығына, өйткені айстың тұмсығы ұзынырақ болады. Сондықтан міндетті түрде шпажкаменен зубочистканы қолданыңыздар. Біз осылай мойнын шығарамыз. Денесін қатты үлкен етіп жасап жібермеңіздер. Мойным ұзынырақ болады. Мына осылай. Бізге енді шпажкамыз керек болады. Мойны қисайып кетпеу үшін, құлап кетпеу үшін осы шпажкамызды мойнына саламыз. Өйткені бізде мойны ұзынырақ болып келеді. Денесі дайын. Басын жасаймыз. Мына. Енді біз қанаттарын жасап шығамыз. Осындай талшықтарын. Астыңғы бөлектерін ұзынырақ етіп жасаймыз. Осылай ұзын, қысқа, кішірек етіп жасай береміз. Ұзынырақтарын ең төменіне астына жібереміз қанатының.
Енді клейімізді жабыстырып шығамыз қанаттарымыз әрбір талшықтарын. Жабыстырамыз. Астына ұзын талшықтарды жібереміз. Астыңғы бөлігіне. Осылай. Міне. Екінші жағында дәл осылай жабыстырып шығамыз. Екінші қанаты да дайын. Құйрығын жабыстырамыз. Осылай. Міне, бізде дайын болды. Енді біз тұмсығын жасамастан бұрын баланы жасаймыз. Сол кезде бізде тұмсығының ұзындығы белгілі болады. Енді мен ұлға арналған жасадым көкті. Сіздерге розы қызға арналған, торттарға арналған баланы жасап көрсететін боламын, сәбиді. Қызыл түсті, басқа түсті алсаңыз болады. Сары түсті алсаңыздар да болады. Біз енді сәбидің аяғын, басын жасаймыз. Осылай. Сәбидің басын өте қарапайым түрде дөңгелетіп жасадым. Домалақтап алдым. Осылай.
екі жағына құлағын. Шаштарын қоңыр түсті, не болмаса сары түсті етсеңіз де болады. Өзіңізге ыңғайластырып. Басқаша шаш үлгісін жасасаңыздар да болады. Не болмаса бантик тағып қоя салсаңыздар да болады. Мына шашы дайын болды. Көзін жасаймыз. Мына соскасын жасаймыз аузына. Мына аяқтарын, екі аяғы шығып тұрған. Осылай саусақтарымды жасап алдым. Бізде дайын. Енді біз бұны құстың алдына қойып, құстың тұмсығын, көзін жасайтын боламыз. Енді осы кезде бізде айыстың тұмсығының ұзындығы шығатын болады. Зубочисткамыздан сәл ғана кесіп аламыз, сындырып.
осылай жасаймыз. Тегістеп осылай жабыстырамыз. Мінекей. Енді біз айыстың көзін жасаймыз. Мына енді көзінің кірпіктерін қасын арнайы фломастерімізбенен сызып шығамыз. Сол кезде әдемірек болу үшін. Мінекей.
міне біздің аистымыз дайын. Өте оңай жолмен жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де бүгінгі видеоролик сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.